Ассаламу алейкум, қайырлы кеш. Қалайсыздар, жақындар, жандарым, амансыздар ма? Шашымызды алдырып, сақалымызды қысқартып, көп адам сақал туралы бір кішкене дұрыс емес нәрселер жазып кетіпті. Ондай ойламаңыздар, бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Қазір миске қарай кетіп бара жатырмын, эфирден кейін алып кетіп, бір жерге отырып тамақтанайын деп, аузымызды ашайын деп шешкен болатынбыз. Аман болыңыздар, оразаларыңыз қабыл болсын. Алла қаласа міне роддомға да келіп қалдық. Алғашқы рет кіндік әке шеше атанып жатқаннан кейін маған енді өте қатты бір қобалжитын момент болды, как будто өзім босанатындай болшы. Өйткені мен негізі партнерствоға кіретін болғам. Сөйтіп, сондай адам көрдіңіздер ма, до такой степени жұмыстан шаршады ол деген. Ұйықтасын, демалсын деп мені шақырмаған ғой. Бір-ақ рет звондаған Бексұлтан, сосын мен оған ұрсам, неге сен бір-ақ рет звондайсың? Таңғы сағат 5:30 адам бір-ақ рет звондай ма? Деп, в общем, роддомға келдім. Қазір кіремін ішке. Негізі таңертең естисіп жүгірдім. Вроде үлгергенім осы уақыт болды енді таңертең. Арина уже тауықты ұрып жатыр мына жақта. Var mı o? Buradaymış. Al. Oh, maşallah. Anağam. Oraya atıyorsun. Yeter, çıkartıyor. Жандар, қандай жұмыс істедіңіздер? Біз осындай көрген екен. Біз алынамыз, бізде сағат 8. Заказдар енді 6-дан кейін пипец болды. Страшно. Ол босамай сторис түсіруге одан